Сен сонда әлі күнге дейін жалдамалы пәтер жалдап тұрып жатсың ба? Бүгінде баспана жалға алу құны ипотекаға қарағанда әлде қайда тиімсіз болып бара жатыр. Бұл артық сөзсіз айдары. Сіздермен бірге мен, Мерей, ендеше кеттік. Гениально. Қолында баспана құнының 50% бар ма? Сен онда ипотеканы 7 немесе 11,5%-бен ала аласың. Ол пайыз бірнеше жылдан кейін 3,5 мен 5%-ға дейін төмендейді. Мысалы алып көрейік. Бұл Әмір. Әмір өзіне депозит ашып, пәтер құнының 50%-ын салып қойды. Сөйтіп бұл ипотеканы 11,5%-бен рәсімдеді. Небәрі 3 жылдан кейін Әмірдің ипотекалық пайызы 5%-ға дейін төмендейді. 6 жыл бойы Әмір 5%-бен ипотеканы төлейді. Бұл керемет емес пе? Әмір себебі банктың 3 талабын орындап отыр. Не деген керемет. А бұл Әмірдің досы Рауан. Ол депозит ашқаны 3 жыл болды. Бірақ қажет соманы ешқандай жинамай, қазір ғана келіп, бірден пәтер құнының 50%-ын салды. Сол кезде Рауан пәтерді 11,5%-бен рәсімдеді. Ал бірақ Рауан депозиті ұзақ ашылғаннан кейін 1,5 жылдан кейін пайызы 5%-ға дейін төмендейді. Рауанда ипотеканы 11,5%-бен рәсімдейді. Бірақ Рауан Әмірге қарағанда пайыздық мөлшерлемесі 1,5 жылдан кейін ғана 5%-ға дейін төмендейді. Сонда Рауан Әмірге қарағанда артық төлемі азырақ шығады. Пайыздық мөлшерлемені азайтудың басқа да жолдары бар. Мысалы, депозитті сіз бүгін аштыңыз, пәтер құнының 50%-ын салып қойдыңыз. Егер сіз бір ай күтсеңіз, пайыздық мөлшерлеме 11%-ға дейін қысқарады. Ал егер 2 ай күтсеңіз, 10,5%-ға дейін, 3 ай күтсеңіз, 10%-ға дейін, 10%. Ал 4 ай күтсеңіз, 9,5%. Ал 5 айдан кейін 9%-ға дейін қысқарады. Жарты жылдан соң сен ипотеканы бар жоғы 8,5%-бен рәсімдей аласың. 8,5%. Карл 8,5%-бен рәсімдей аласың. Бірінші деңгейлі баспана тіпті тиімді. Себебі 7%-бен 10% арасында ипотека рәсімдей аласың. А что, так можно было, что ли? Құрметті достар, егер де кеңестеріміз ұнаса, лайк бас, пікір жаз, каналға жазыл. Бастысы, қоңырауды басуды ұмытпа. Кездескенше достар.